Достар, бәріңе сәлем. Марғұлан сәлемде. Біз бүгін Марғұланның полкасын жинастырамыз. Жалғыз Марғұланның емес, жалпы шифонерді жинастырамыз. Шифонердің қазіргі жағдайын көрсететін боламын. Ең алдымен біздің органайзерлерді көріп алыңыздар. Біздің органайзерлеріміз Қытайдан келді. Былай тұр балам. Мінекей, мынандайдан екеу размері бірдей. Одан кейін мынандай кішкентайдан екеу. Одан кейін мынандай ұзыншасынан екеу, барлығы 6 штугы бір набор. Мен осындай бір набордан екеуін заказ бердім. Мынау екіншісі әлі ашылған жоқ. Одан кейін мен мынандай набор заказ бердім. Аяқ киім салуға арналған. Мінекей осындай, көріп тұрғандарыңыздай набор. Бұл жерге аяқ киімді саласыздар да, мынандай қылып бөліп қоюға болады. Мынандай липучкасы бар жанында, осындай ұзыннан кеткен. Мынандай разделитель бөлгіштері бар. 3 штук. Міне, қараңыздар, 3 штук. Енді бұны размердің, аяқ киімнің размеріне қарай саласыздар. Мысалы, кроссовки болса, былай қарай ше, міне. Аяқ киіміңіздің размері қалай? Мысалы, үлкен аяқ киім болса, үлкен де қылып қоясыз, былай деген сияқты. Мысалы, балетка болса, шлепка болса, кішкентай болады мына жерге, иә? Мысалы, шлепка жинауға болады деген сияқты ғой. Осылай істеуге болады, міне. Мына жаққа мысалы етіп қоюға болады деген сияқты. Мен бұндай еще бетін жапқан кезде, замокты жапқан кезде бетінде қандай аяқ киіміңіз бар ішінде бәрі көрініп тұрады мына жерден. Күштік осындай пленка беті. Бұндай аяқ киім салғышты өзіме екеу алдым. Мынау екіншісі, бұл да әлі ашылған жоқ. Осындай форматта келеді, өзіңіз ашып былай құрастырып аласыз. Күшті, иә? Ал енді біз үйді жинауды, полка жинауды бастаймыз. Бізге сәттілік. Давайте полканың до деген түрін көрсететін болам қазір сіздерге. Достар, мынау Марғұланның полкасы шашылып жатыр. Ал достар, мен пижамамды шешіп, киімімді ауыстырып алдым. Мына қараңыздар, жаңағы көрсеткен органайзерлерім бар ғой, иә? Қытайдан келген кезде осылай келді. Ал енді сіздерге ашып көрсетейін, мынау қалай ашылады. Қараңыздар. Наборда 6 штугын заказ бердім, міне, біреу. Ой, міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді осының барлығын көрсетем. Қараңыздар, мынаны бүйтіп аша саламыз. Замогы болады ішінде. Ішкі жағынан замокты жабамыз. Міне, замоктың ұстайтын жері бар. Соны ішкі жағынан қолыңызды салып, ішкі жағынан бүйтіп жаба саласыздар замокты. Валя, дайын болды. Басқаларында солай жасап шығамыз. Бұларға қазір Марғұланның киімдерін, өзімнің киімдерімді жинап, реттестіріп, полканы дұрыстап әдемілейміз. Барлығы жинақты әдемі көрінеді сонда. Мысалға, мынандай кішкентай неге, органайзерге, мынандай кішкентайға баланың нәскелері осылай болып тұрады ғой, міне, осылай. Соларды бүйтіп салып қойғанға күшті, өте ыңғайлы. Қазір сіздерге соңынан жасап болғаннан кейін барлығын көрсететін боламыз, міне. Мысалы, мынау бүйтіп тұрды, бүйтіп аша саламыз да, мынаны былай жаба саламыз. Дайын, көрдіңіздер ме, қандай күшті. Мына жан-жақтары қаттылау. Марғұлан маған тиіп жатыр балам. Осындай, міне. Енді мынаны ашамыз. Замогы жабамыз. Болды, сонымен болды. Біздің органайзерлеріміз дайын. Енді жинаймыз полканы. Ал достар, сіздерге көрсетіп жіберейін. Негізі мынандай үлкен ыдысқа шортыйларын бүктеп қойғанмын былайынан. Жаны бос болып қалды осындай. Бұл жерге пижамасын сап қойып едім, бір түрлі болып қалды, ыңғайсыз болды. Сол үшін шортыйларын бүйтіп бүктедім да, осылай тігінен қойып шықтым, міне. Бүктегеннен кейін, біреуін көрсетейін ба? Міне, бүктедім. Осылай тігінен қойып шықтым. Негізі бұлайнан қояйын десем, бұлайнан сыймайды маған, осылай жиналып тұрған ұнайды негізі. Амал жоқ, сомен осылайнан тігінен салып тастадым. Мына бір органайзерге. Одан кейін футболкаларында тоже самый осылайнан жинағанмын. Мына жағы бос қалып қалды. Сол үшін футболкаларын кішірейтіп жинап размерін, мінекей. Міне, әдемілеп осылайнан жинастырып қойдым. Бұл жерде бәрі үйге киетін футболкалар ғой. Одан кейін мына жерде майкалары, мына жерде 3-4 майкасы. Одан кейін әрі қарай іш киім трусилары баламның, мінекей.
бәрін бір ыдысқа сап қойдым осылай. Одан мынау қалыңдау носкилері, қалың носкилері. Мына жерде жұқа қазіргі киетін, үйге киетін носкилері осылай жинап қойдым. Осылай біраз жиналып қалды. Енді қалың киімдерінің барлығын қазір мынандай үлкен органайзерге салып жинайтын боламын. Оны да көрсетем. Ал достар, мен салып болдым баламның киімдерін. Мына жерде үлкен ыдыспен үшеуі баламның қалың қыстық киімдері салып қойдым. Одан бөлек мына жерде шортилары осылайнан тігінен салып қойдым. Одан кейін мына жерде футболкалары үйге киетін. Бұларды да бүйтіп жинап қойдым. Мына жерде майкалары және іш киімдері, трусилары. Мына жерде қалың носкиларын салдым. Мына жерде қазіргі киіп жүрген жұқа носкилары үйге киетін салып қойдым. Қазір полкасына орналастырамыз. Негізі одан бөлек баламның мына жақта двойка спортивкасы, мына көшеге киетін футболкалары, жемпірі, жеңізін кофталары мына жақта да бар. Оларды қосқан жоқпын. Бұлар вешалкада тұр. Даже ішінде киілмегендері де бар, міне этикеткасымен. Мінекей шифонердің ішіне баланың киімдерін жинастырып орналастырдым. Осындай органайзерлерге қараңыздар. Мына жақта қалың киімдері, мынау үшеуі. Сосын мына жерде қалың носкилері бар. Оны астына қоямыз да, мына жерге бетіне күнделікті киетін іш киімдері және майкалары тұр. Енді майка қазір жаз болғасын кимейді. Сосын мына жерде футболкалары бәрін жинастырып қойдым. Носкилері қазіргі киетін шортилары осылай ұзынан жинап қойдым. Қалай сіздерге ұнады ма? Полкасы дайын. Ал енді мына сүлгісін қостым. Ванный сүлгісі душтан шыққан кездегі. Одан кейін мынау халаты баламның шомылып болғаннан кейін киетін осылай байлап қойдым. Барлығы бір жерде тұрсын дедім полкасында. Сол үшін қалың киімдерінің үстіне қойып қойдым. Одан кейін мына жерге күнделікті Марғұланның көтенайын жуған кезде сүртетін осындай кішігірім жаялық бар, сонымен сүртеміз. Одан кейін мына жерде пакетте новый шалбары бар, этикеткасымен тұрған. Сол новый болған үшін осы пакетте тұра берсінші дедім. Осылай полкасы күшті болып жиналып қалды. Қалай сіздерге ойларыңыз жаза қойыңыздар.